أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. صدق الله العظيم. Құрметті туыстар, Бақара сүресі 163 аятты тыңдайық. Сендердің илахтарың бір илах, барлығыңның құдайың бір құдай. Одан басқа илах жоқ, басқа құдай жоқ. Я әйюханнасу дуриба мәсәлун фәстәмиу ләх. Hac suresi 73 ayat. Ey adamlar! Senderge mınaday bir misal keltirildi. Senderge bir temsil aytıldı. Түсіндіру, дәлелдеу үшін келтірілген мысалды тыңдаңыздар. Осы мысалға құлақ асыңдар, құлақ салып тыңдаңдар. Құрметті туыстар, тыңдаңдар, құлақ салыңдар деген менің сөзім емес. Құранның аяты, Алланың бұйрығы. Енді осы мысалды тыңдайық. Алла не дейді? İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. Сендердің Алладан басқа табынғандарыңның тәңір тұтып, жалынып, жалбарынғандарыңның барлығы бірігіп, жұмыла кіріссе де бір шыбын жарата алмайды. Алладан басқаларына дұға қылып сұрасаңдар да, олардың бәрі жиылса да бір шыбынды жарата алмайды. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. Дұға қылып, жалынып, сұрап жүргендерің бір шыбынды жаратқанды бұлай қой. Егер шыбын олардың бір нәрсесін қағы біліп әкетсе, одан оны қайта тартып ала алмайды. Жаңағы табынып сұрап жүргендерің үстіне қонған шыбынды да білмейді. Ол сұрап жүргендерің Алладан басқа кім болса болсын. Алланың Расулы да Алланың дегенінен шықпайды. Алланың әулиелері де. Олар да ештеңе жарата алмайды Алладан басқа ешкім. Сондықтан Алладан басқадан сұрамаңдар дейді. Алладан басқасы бір шыбынды да жарата алмайды. Дауфат талибу вәл мәтулуб. Алладан басқасынан дұға қылып сұрағандарда өзінен бір нәрсе сұралған жалған құдайлар да дәрменсіз, өте нәшәр. Сұраған нәшәр, сұралып тұрғандар да нәшәр. Екеуі де қолынан келмейді, сұрағанның да, сұралып тұрғанның да. Ширк қосып, Алланың ортақтары бар деп, басқаларынан сұрағандар да, жасанды құдайлары да, нәшәр, әлсіз, қолынан ештеңе келмейді. Шыбынды өздері де жарата алмайды, табынғандары да жарата алмайды. Міне бұл аят шыбынды мысал көрсетіп түсіндіріп, Алланың құдіретін еске салады. Алладан басқасынан дұға қылып сұрамаңдар дейді. Bir Allah'dan gana сұраңдар. Басқа ешкімнен сұрамаңдар дейді. Rasul, elçiler, peygamberler, ol Allah'ın жіберген bizge elçileri, yani Allah'ın aytқандарын жеткізушілер, олар да жарата алмайды. Сыйлаңдар, Rasul екенін қабылдаңдар. Әулиелер ме? Олар да жарата алмайды.
Sıylandar. Allah'ın süyüklü kulları elbette. Bırak Allah'dan başka hiç kimden soramanglar. Hürmetli dostlar. Endi Fatır suresi 13-14 ayatlarda okup tındayık. Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehara fil leyl ve sakharaş şemse vel kamer kullun yecri li ecelin musemma zalikumullahu rabbukum lehul mulk. Allah tündü kündüzge kosup tündü uzartuda, kündüzdü tünge kosup tündü uzartuda, күнмен айды да сендерге қызмет еттіру үшін өзіне бағынышты қылды. Алла өзіне бағынышты қылды оларды. Басқаларға бағынбайды. Ай, күн, жұлдыздар, дүние, жер жүзі ешбірі. Олардың әрбірі өзі үшін алдын ала белгіленген мерзімге дейін көк жүзінде ағып кетіп барады. Mine osunun bärin istegen Rabbilaryň Allah. Osunun barlığın sender üçün istegen Allah. Senderdiň Rabbilaryň ol Allah. Patşalyk, biýlik ogan ten. Şeksiz üstemdik bir Allah'a tiyesili. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Buna kıtmir degen sözdü jakсы түсünüňizler. Aýattyň magnasyny okuýy galdy men. Odan baska sıyınıp, duga kılıp, jalınıp, jalbarıngandaryň bir tal denektin kabırşıgına da kılday nersege de iyelik ete almaydı. Kök aspandı, jerde aydı, kündü jaratkandy bulay goy, bir denektin kabırşıgın da jaratalmaydı. Kişkentay bir dennin kabırşıgına da biýligin jürgüze almaydı. Misaly bir kurmanı, kewip kalgan kurmanı түсünüňizler. Kurmanın sırtında bir kabırşıgı bar. Odan keyin kurmanın özün jeýsizler. Odan keyin işinde uruğu var. Onun da en sırtında kabırşıgı var. Kişkentay, közge görünbeytindey, közge eren görünedi. Jeysasaň işten etpeydi. Sol denektin kabırşıgı bar goy. Denektin kabırşıgı, sırtındaky kabırşygyň goy, şol ulkan görünüp dur. Jegen kurmadan keyin denektin, uruktuň özünün üstündeki jabsyp durgan kabırşıgı bar goy, ogan kıtmir deydi. Sol kabırşykty bulay, denekti bulay goýup, kurmanın özün bulay goýup, kabırşıgın da kıtmirdi da jaratalmaydı. Ogan da iyi emes. Ogan da biýligin jürgüze almaydı. Baskaları nege suraýsınlar onday bolsa? İn tad'uhum la yesma'u du'aakum. Eger Allah'dan baskasına duga kılıp şakırsaňdar da senderdiň dugalaryňdy estimeydi. Allah'dan baskasına jalbarınıp jalınbaňdar, duga kılmaňdar. Kanşa duga kılıp jalınıp jalbarınsaňdar da dugalaryňdy estimeydi Allah'dan baskası. Esti duga edip benler estimeydi. Evliyelerdi sıylaýmyz, birak kabrının basına nemese üyde ey evliye dep selam berip aýgaylasak da estimeydi. Tekkene selamimizdi perişteler onlara jetkizedi de onlar da ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deydi. Sagan da selam bolsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, Allah'ın kut bereketi sagan da jawsun. Allah meyrimin jawdursun sagan dep bizge bataların beredi. Jaratıp bermeydi eşkim. Özleri de estimeydi, perişteler esirtedi. Hürmetli dostlar, sonduktan mazarların basına barganda da onlardan suramayımız. Bir Allah'dan suraýmyz, onlardı sıylaw üçün baramız. Sıylaýmyz hürmeti, barmayak, üýden selam bere bersek de kabul bola beredi. Kanşa duga kılıp jalınıp jalbarsaňdar da
Allah'dan başka hiç kim dualarыңды estimeydi. Allah'dan başkası dualarına cevap kaytar almaydı. Kıyamet günü serik kosup dua kılıp suragandarың senderdi kınalaydı. Senderdin olardı Allah'a serik etkenleriңди de moyundamaydı. Kaşan aytıptı paygambarların emese evliyeler. Olana müşriklerдің табынып жүрген мүсіндері puttарын қойшы, олар қойшы дегенде олар көзге көрініп тұрған тас қой ал енді. Біз гене болып кеткен мұсылмандарға тасқа табынып жатқан жоқ. Бірақ қабірстанда жатқан біреулердің рухтарынан, аруақтарынан көмек сұраймын деп Алла тұрғанда ұялмай, иманың қайда онда? Олар estimeydi. Allah Teala estirtse estiydi. Estirtmese hiç kim estimeydi. Kömekte salmaydı da. Kıyamet kayın bolganda ya Rabbi biz bularga gelip bizden mazarımızın basında jinalıp bizde menden nemese bizden kömek sıra dep aytıp bedik. Aytkanбыз özleri tavып algan жолдары bular. Bular jındarga, şaytandarga erip ketken. Solardın azgıruымен ketken dep табынғандарды, сұрағандарды кінәлайды. Сендердің оларды Аллаға серік еткендеріңді мойындамайды дейді. Міне оқыған аяттарда құрметті туыстар. Бұл аяттар Фатыр сүресі 13-14 аяттардың жаңа оқыдық, солардың мағыналары. Құрметті туыстар. Кімдегім Аллаға да, басқаларына да ғибадат етіп, дуға қылса, бұған серік қосу дейді. Tek gene bir Allah'a kulçuluk etken kişi başkalarına kulduk jasauga bolmaydı. Olardan dua kılıp surau mine Kur'an men tıyılgan. Kur'an bularda tıygan hürmetli tuğustar. Köp Müslümanlardan kanşa okusa da, kanşa kulçuluk istese de kabul bolmay жүрген sebebi tek gene osu. Allah'dan başkalarından surap, Allah'a serik kosu, ortak kosu. Allah'dan başkasından suramayımız dua kılganda. Yani duanı Allah'a gene isteyimiz. Қазір айтамын, başkalarından, körşüden, жаңағы dərixanadan, magazinden, dükkandan barıp birdenke surau, nemesi satıp alu, ol dua emes koy ol, күнделікті жұмыстар. Жұмыс басқа, дуға басқа, Аллаға жалбарынып сұрайды. Сен магазинден сұраған, алып сатқан сияқты, жаңағы аптекадан, жаңағы дәріханадан дәрі алған сияқты мазарға барып, соларды сұрап отырсың ба? Күнделікті жұмыс ба ол? Емес. Мазарға барып табыну олар. Табыну дейді Құран айтады. Zümer suresinin 38. ayatı. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Eğer sen olardan, Peygamberimiz aytadı mine, osılardı jetkiz deydi, olardan jerdem surama deydi, jermen kök aspandı kim jarattı dep, olarga bul suraktı sura deydi. Jermen kök aspandı kim jarattı dep surasan, olar cevap berip aytadı, elbette Allah jarattı deydi. Mine şirk kosup жүрген, tasqa табынып жүрген, жұлдызларға, көк аспанға, суға, тауға, таудың рухтары бар, тастың аруақтары бар, немесе көкте періштелерге ат қойып алған, жындарға ат қойып алған, сұлулар тәңіршесі. Жаңағы ақшаның тәңіршесі, жаңағы осылай тәңірше, бұлай тәңірлер деп көптеген ат қойып алған, соларға табынып жүрсе де, ар жағына сұрағанда айтады, жерді көкті кім жаратты онда деп сұрашы оларға, Алла жаратты дейді. Алла жаратқанын біледі. Демек, біз мұсылманбыз, Алла жаратты дейміз. Мүшрик, Алла жоқ демейді, Алла бар, бірақ біз Аллаға жете алмаймыз. Одан бұрын көзімізбен көріп отырған нәрселерден, көзімізбен көріп отырған құбылыстардан, жындардан, періштелерді көріп жатқан жоқ қой, жындарды да көріп жатқан жоқ қой,
sonday akıl esimizge түскен нәрселерімізді esimizden çıkpay түсімізге кіріп жүрген нәрселерден сұраймыз дейді. Demek, құрметті туыстар, müşrikler Allah жоқ demeydi. Allah бар, бірақ жалғыз bir Allah емес. Allah'ın serikleri, ortakları, kömökçüleri var деп senedi. Kökte, jerde, barlık alemde Allah'ın басқарушы kömökçüleri var. Ortakları, serikleri var деп senedi olar. Yani Allah жоқ demeydi. Бірақ serik kosadı, ortakları var deydi. Kök tangır var, jer tangır var. Tau tangırları, orman tangırları, su tangırları, teniz, okyan tangırları var деп barlığına senip ketken olar. Neni görse sonun ruhları, arvaqları деп senip ketken. Әлі arvaqben ruhtu, jınmen, şeytandı, perişte melaikben ruhtu ajratılmay жүрген бұл adamlar, bularga at koyup algan tangirler, kudaylar, tangirşeler деп. Yani Allah жоқ demeydi, бірақ serik kosadı, ortakları var deydi. Müşrik serik koskanlar. Al endi kafir Allah жоқ degenler. Kafirler senbeydi, Allah da жоқ deydi. Birdenkege tapınmaydı, eşkimden de soramaydı. Senbeydi ütkönü, kafir olar. Kabıldamaydı. En kıyını жаңағы müşrik. Bar dep oturup kıyanat jasaydı Allah'ın özüne. Allah bar dep senip oturup Allah'ın ortağı var, Allah'ın serigi var, Allah'ın kömökçüleri var deydi. Al kafir senbeydi, ne aytsan da ayt. Olar ateist. Dinge senbeydi. Kafir Allah жоқ degenler. Allah'a senbeytinler. Olar ateistler. Al münafık degen var. Münafık degen ötürük Müslüman bolgandar. Münafıklar paydaсын oylap, жалған Müslüman bolgandar. Kajet bolganda müşrik bola ketedi. Kajet bolganda kafir bola ketedi. Al endi Müslüman, olar tevhidke sengender. Жаңағы münafıklar Müslümanların arasına gelse kajet bolganda men Müslümanmın dep meşitte birge namaz okuydu. Paydaсын görgende satıp jiberedi özünde, dininde, elinde, memleketinde. Mine münafık iki yüzdü. Men iki yüzdü demeyim olarga. Yüz yüzdü, ming yüzdü. Vası kovulup durgan yüz. Paydası kayda payda var. Solay kalay jügüre beredi. Anık din saudagerleri, anık aferistler, anık alayaktar. Kadir meşitten de çıkmaytın alayaktar da köp koy. Bilesizler, esnip yürsüzler. Din, başka kafirler Allah'a senbegesen jagalasmaydı, boldu, bitti. Müşrikler özler tabınıp bete beredi. Bırak münafıklar bizden işimizde birge жүреді de, biz birge jagalasqanda anık aytmaydı. Anık jagalatsa bile koyamız koy. Bırak ündemey, sıykırsıp, osu ündemey жүреді de, bizden de paydalanadı. Kafirden de paydalanadı, müşrikten de paydalanadı. Her kimdi görse sodan paydalanadı. Olarga münafık deydi. Yani iki yüzdü, ming yüzdü. Al endi Müslüman, olar tevhidke sengen. Bir Allah'a iman etken. Allah'dan başkasına dua kılmay, başkasına medet kütbey, jardam suramay tikeley Allah'a bağıngandarga Müslüman mümin deydi. Ayattın jalgasını okuyuk. Kul eferaytum ma ted'un min dunillah in eradeniyallah bidurrin hel hunne kâşifâtu durrihi. Olarga ayt deydi Allah Teala paygambarımızga. Olarga ayt. Yani bizge de tekkine paygambarımыздың özünün közünün tirisinde bolgan adamlarga gana emes, kıyamet kayımga deyin barlığımızga mına Kur'an'ın ayatымен jetkizip otur. Bizge bärimizge aytıp otur. Endeşe Allah'dan başka tangır tutup jalbarıngandarına oylap karamaysыңдар mı? Eğer Allah magan kanday da bir ziyan tiygizüdü kalasa, olar Allah'ın magan жазған ziyanının betin kaytar alama. Allah ziyan beretin bolsa paygambarımızga onu Allah'ın bergen ziyanın
Barlık adamlar gelse de, barlık burungu paygambarlar, ata babaları gelse de, keyingi evliyeleri gelse de hiç kim kaytara almaydı. Allah'dan başka. Allah onday ziyan beretin bolsa, elbette tabınganlarındı. Sonduktan anagan mınagan tabınbаңдар deydi. Tabını sizler oylamаңыздар. Tek gene müsünderge tabınadı. Olay emez. Adamların ruhlarına da, arvaqlarına da, körünbeytin, körötün, körünötün jındarga da, özlerini aldap, men senin ata babaңмын, немесе мына кісінің ата babasымын деп, атаңның рухымын деп түсіне кірген, есіне түскен, немесе көрініп қалған жындар бар ғой, шайтандар. Олар алдай береді. Періште мелайіктер болса, нұрдан жаратылған, олар алдамайды. Үйтіп сенің ата бабаңмын демейді олар. Олар демейтіндер періште мелайіктер. Дейтіндер жын, перілер. Перімен періште біздің тілімізде, қазақ тілінде ұқсас. Ұқсас болғасан екеуі бір екен деп қалмаңдар. Пері, олар жын тобы. Пері оттан жаратылған, шайтан тобы. Олардың ішінде мұсылман болса да аз ғана. Пайғамбарымыз алейхиссалам адамдарға да, жындарға да пайғамбар болып жіберілген үшін олардан да дінге сенгендер бар, бірақ аз. Жын сүресінде бұлар айтылады. Ал көбі қазір адамдардың ішінде қаншама дінге сенбейтін кәпірлер бар болса, мұсылмандардың ішінде қаншама сеніп жүрсе де дұрыс орындамайтындар бар болса, жаңағы жындардың ішінде де мұсылман болса да дұрыс орындамай жүрген, әсіресе қызғаншақ жындар көп. Яғни көзі тиетін, яғни көре алмастық істейтін, яғни құдық қазатын, қақпан құратын, адамдарды көре алмайтын, бірін бірі көре алмайтын қызғаншақ жындар да көп. Ешбіреуі Алладан егер пайғамбарымызға немесе біреуге бір зиян келетін болса, ешбіреуі қайтара алмайды. Алладан басқа кім қайтарады? Алла өзі қайтарады. Егер беретін болса зиянын, жалбаратын болсаң, оларға жүгіретін болсаң, сұрайтын болсаң, одан ары басыңа бәле. Әу әрадәни бирахметин хәлхунна мумсикату рахметихи. Айтыңдаршы дейді пайғамбарымыз оларға. Айт деп Алла тағала бұйырды. Айтыңдаршы, Алла маған рақымын төгіп, қандай да бір нығметке бөлігісі келсе, олар яғни ортақ қосып жалбарынғандарың, Алладан басқасы, Алланың рақымын маған жеткізбей ұстап қалала ма? Алла маған жақсылық берсе, рақымын төксе, кім оған кедергі болады? Бола алмайды. Алланың жіберген рақымы, мейірімі, байлығы, рахметі, жақсылықтары келеді. Оған ешкім кедергі бола алмайды. Сондықтан, ей адамдар, табынып жүрмеңдер анаған мынаған дейді. Құл хасбиаллах алейхи етаваккалул мутаваккилун. Осы аяттың соңында өстіп бітіреді. Міне, Зүмәр сүресі 38 аят. Оларға мынаны да айт дейді. Құл айт, мынаны да айт. Бір Алла маған жетеді жеткілікті. Бір Алладан басқасы керек емес. Алла қолдайды, қорғайды, қамқоршым бір Алла. Осыны айт дейді. Тәуекелшіл жандар, тәуекел ететіндер, бір Аллаға тәуекел етіп, барлығысын Аллаға тапсырады. Тапсырсын. Міне құрметті достар, Аллаға иман еткен жалғыз оған сенеді қабылдайды. Бұйрықтарын мойындап тәуекел етіп, барлығысын оған тапсырады. Алладан басқаларынан дұға ретінде сұрауға болмайды. Дұға емес, бірақ бірге өмір сүрген адамдардан көмек сұрауға тыйым салынбаған. Ауырса доктор дәрігерге баруға болады, докторға дәрігерге. Базардан нәрселерді сұрап алып сатуға болады. Көршіден бір нәрсе сұрау сияқты күнделікті сұрағандарымыз, дүкенге, магазинге барып бір нәрсе алып сұрап алуымыз ешбіреуі дұға емес. Бұлар күнделікті жұмыстарымыз. Дұға Аллаға жалбарынып, ғибадат еткенде бір Алладан ғана сұраймыз. Бірақ мазарға барып, қабырдағылардан, зиярат жасаған орындардан сұралмайды. Керісінше олар үшін Аллаға дұға қылу керек. Кағбада дұға қылғандар, Кағбаға қажыға барғандар да, Бәйтулладан, Қаратастан, Кағбадан сұрамайды. Қасында дұға қылады.
Бірақ Аллаға дұға қылады, Алладан сұрайды. Әйтпесе серік қосқан болады. Кағбада қажыға барып дұға қылса да, ортақ қосып сұраса қабыл болмайды. Әрі ширк қосқан болады, діннен шығып кетеді. Демек, Қаратастан, Қара Жамылтақтан, жаңа Кисвадан, сол жердегі құлшылық орындарынан, белгілерден, ишаралардан сұралмайды, бір Алладан ғана сұраймыз. Олардың қасында Аллаға дұға қыламыз. Мешітте де сол емес па? Мешітке барғанда, мешіттің ішінде имамнан сұрамаймыз, қасымыздағы бір ақсақалдан сұрамаймыз, жамағаттан сұрамаймыз, мешіттің өзінен сұрамаймыз, бір Алладан сұраймыз. Сол сияқты ойлаңдар. Тақуалы құлдардан, әулие мәшайықтардан тірі күнінде бата сұрауға болады. Дұға қылыңыз деуге болады. Қайтыс болғандардың және әулие мазараттарын зиярат етуге де болады. Сәлем береміз. Қастарында бір Аллаға ғана дұға қыламыз. Сәлем беріп салауат оқысақ, біз олар үшін Аллаға дұға қылсақ, әлбетте сәлемімізді қайтарып, бізге сәлем беріп жақсылық тілейді. Біз пайғамбарларды, әулиелерді, аруақтарды сыйлаймыз, сәлем береміз. Оларға Алланың рақыметін тілейміз. Яғни аруақты сыйлаймыз, бір Алладан ғана сұраймыз. Құрметті туыстар, осы аяттарды жақсы түсініп, мағынасын қайта-қайта ойлап, ойымызбен, миымызбен Аллаға айтсақ, Алла тағала жолымызды ашып отырады, миымызды да ашады, есімізге де түсіреді, түсімізге де аян береді, жақсылықтарды жібереді. Құрметті туыстар, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уә сәлләм айтты. Қалы Расулуллахи саллаллаху алейхи уә сәлләм. Бұл хадисті Алла тағала маған айтты деп жеткізді. Алланың айтқанын пайғамбарымыз жеткізіп отыр міне. Бұған хадис құдси дейді. Яғни Құраннан кейінгі ең сыйлайтынымыз пайғамбарымыздың хадис деген сөздерінен жоғары мәртебеде болған, дәрежесі өте жоғары болған сөздерге хадис құдси дейді. Яғни бұның негізі Алладан. Алла осылай айт деп жеткізеді. Алла тағала маған айтты деп жеткізді дейді жеткізді пайғамбарымыз. Жебраил періштенің Алладан жеткізген бұл хадиске хадис құдси, яғни қасиетті хадис дейді. Пайғамбарымыз жеткізіп айтқан үшін бұған Алланың айт деген хадисі дейді. Әулияи тахта қубаби ла ярифухум ахадун ғайри. Алла тағала бұйырды, менің көк аспан күмбезімнің астында сүйікті әулие құлдарым бар. Оларды өзімнен басқа ешкім білмейді, танымайды. Құрметті туыстар, әлбетте әнбие, яғни нәбилер, пайғамбарлар, расулдар, елшілер бар. Әлбетте олардың жолында жүрген тақуа құлдар, салихтар бар. Олардың артынан жүрген әулиелер бар. Әлбетте сыйлаймыз бұларды, бірақ ешбіреуінен сұрамаймыз. Сыйлауымыз керек. Оларды ананың мынаның артынан әулие де беріп кетпейміз, сыйлаймыз теккені. Олардың кім екенін Алла айтады, менен басқа ешкім кімдің әулие екенін білмейді дейді. Біреу өзін өзі көтеріп мен әулиеммін десе, бұл айтқан Алланың сөзіне қарсы келген болады. Ол қалай әулие онда? Әулие оны айтпайды. Халық өздері біздің піріміз, біздің әулиемізді артынан ерсере береді. Бірақ сонда да әулиелерінен, пірлерінен бата сұраса сұрауға болады. Одан басқа артық кетіп қалып, маған көмектес, медет, әулием, медет, пірім мені қолдай көр. Ва, пірім ай, маған жәрдем ет, көмектес десе, ширк қосқан болады. Құрметті туыстар, бұл хадис құдси бойынша жер жүзінде әулиелер бар. Біз оларды құрметтейміз. Олар бізге дұға қылады, баталарын береді, тілектеріміз сонда тез қабыл болады, сүйген үшін, сыйлаған үшін. Бірақ Алла тағаланың өзінің ғана білетін, басқа адамдардың білмейтін ғайып еренерлер олар.
Atakka çıkpaydı. Atı jön esimlerin eşkim bilmeydi. Olar özlerin de aytpaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam gayberen evliyeler turalı özü bulay aytdı. Mine hadis. Lem yenalu ma nalu bi kesretis salati ve savmi. Velakin bi sehavetil enfusi ve selametis suduri. Ve nasihati lil müslimin. Gayberen evliyeler bul derecege, bul ulu mertebege köp namaz okup, köp oraza ustab jetken yok. Oların derecesi namaz ben orazaman emez. Oylap kalmanglar, köp namaz okup, köp oraza ustab, men de gayberen evliyeleri bolayım demengler. Namazda orazanı köp okugan üçün evliye bolgan yok. Olarda Allah Teala tangdadı. Nege tangdadı? Sebebi var. Olar jomart bolgandıktan, elge жақсылық istegendikten, musulmandarga ögüt nasihat jasap, kayırlı duğa batalarmen жақсылықты tilep, el jurtqa Allah'ın rahmeti, kut berekesin tilegenimen bul derecege jetti. Elimiz aman bolsun, memleketimiz tınış bolsun dep, memleketin elin oylay bergesen Allah Teala olardı tangdadı. Hürmetli dostlar, gayberen evliyelerden biri, endi birini aytayım mine jerde ülgü üçün. Biri el jurtqa ügüt nasihatların aytıp, жақсылықты jetkizip jamanlıktan tıyılılar üçün duğa bataların berip жүрgönde, bul kişini halık öte sıylap tıngdaydı, batasın aladı. Birak sonda da halıktın içinde kör almaslık istegender, kızgan şaktar, din buzarları boladı koy. Mine bulardın biri жаңағы gayberen evliyenin vağızdap bata jasauын körgönde eldin aldında bulay aytadı. Eger siz şındığında galım kişi bolsanız, mına 3 surağıma cevap beriniz. Mına jurt joktan özgöge sene beredi. Birinci surak, Allah bar deysingler, men közümmen körmögenderime sembeymin. İkinci surak, şeytan tozakta janadı deysingler. Şeytan ottan yaratıldı, tozaktın otu onu kaytıp jagıp kıynaydı. Üçüncü surak, adamlar öz erkimen ne istese isteydi. Al endi adamdardı istegendermen surakka tartıp jazalandırуу bolmaydı koy. Hürmetli dostlar, halıktın aldında bul 3 surakka cevap berүү kerek boldu. Sonda Allah Teala süyüktü evliye kulunun yüreğine ilham etip mıyına saladı. Esine saladı Allah Teala. Ol gayberen evliye bolsa da bul suraklarga cevap berүү de oңай emez, kaytıp beredi. Allah Teala cevap beredi, esine saladı. Esine түскөн ilham deydi bugan. Peygamberlerinin esine salsa vahiy deydi, perişte arkalı geledi. İlham da başka perişteler arkalı geledi, bırak bul eske saluu tekkene. Bul Kur'an'ın ayatı siyah demez, Allah Teala'nın eske saluu kerek bolgan bilimderi. Hürmetli dostlar, gayberen evliye koluna bir kesek toprak aladı sonda. Allah Teala mıyına salgan üçün, esine sürgön üçün. Koluna bir kesek toprak alıp bul kişinin basına uradı. Toprak bende, kesek bende, alakanı mende uradı. Sonda kolu da basına tiyedi. Basına kol da tiyedi, kesek toprak da tiyedi. Adam aytadı, basımda avurtup jiberdiniz. Kesek toprak bende, alakanınız bende avurttunuz koy deydi. Eren evliye cevap beredi. Avurganına men senbeymin, mına halık da senbeydi. Eşbirimiz közümüzben körüp turgamız yok. Közümmen körmesem kaytıp senemin. Sen özün ayttın koy, közümmen körmögenderime senbeymin. Allah'ını körmeyince senbeymin dedin koy. Onday bolsa avrudu, mine avru dep körset, közüme körset. Degende
ündemey kaladı. Birinci surağının cevabını aladı, kabıldaydı. Demek bir avrudu körsetalmaganda janagı adamın içinde dertinde basında bir avru bolsa o zaman teknikamen janagı mına sürüp alıp rengenge nemese internet bilen körsetuge bolad, biroq avrudu körsetalmaydı sonda da. Sonda da avrup durgan jagdayын körsetalmaydı, hurmetli dostlar. Mine jerde avrup durgan jagdaydı suraydı. Avrup seni basında avrup durgan nerseni görsetçi, avrudu görsetçi. Ekinçiden surağında şeytan men tozaktın otunu ayttın koy. Adam balası topraktan yaratıldı. Men seni kesek toprak ben jana alakanım men tiistim. Alakan da topraktan yaratılgan adam. Kesek toprak da topraktan. Topraktan yaratılgan adamdı. Kesek toprak jana adamның alakanı avurtsa, elbette ottan yaratılgan şeytandı da, jın perilerdi de, tozaktın otu jagadı da, kıynaydı, azap tarttıradı. Üçüncü surağının cevabı mine? Sen ayttın koy. Adamdardın öz erkimen istegenimen nege surakka tartıladı dedin. Sen de meni nege surakka tartıp davlasıp dursun. Men de öz erkimmen istedim. Menin bas bostandığıma, menin erkindigime nege aralasasın? Ursam urgan çıgarmın. Hurmetli dostlar. Üç surağına Allah'ın süyüktü kulunun oyuna, mıyına salgan osu cevaptardı estigende, жаңағы kişi moyundap, bas yedi, şakirt bolup, okup, terbiyemen jetiledi. Mine. Minin bilgen evliye deydi koy. Bul da evliyelik yoluna tüseyim degen bir kişi boldu koy. Kabıldadı, minin bildi. Üç surakka da cevap aldı. Tövbe etti. Keşirim suradı adamlardan da, Cenab-ı Evliya kişiden de, Allah'dan da keşirim surap, istiğfar etip, durus yolga düştü. Kasında birge şakirti boldu onun. Allah'ın nasibimen durus yolga düşödü. El jurt kuva boladı. Aldında din düşmanı bolup kelgen bulgisi, din danışmanı bolup, ol da dini hizmetlerin el jurtka jalpı halkka istep derecesi kötörüledi. Mine hurmetli dostlar, Allah'ın tandavlı takva kulları, Allah'ın yolunda hak üçün halkka hizmetin istevmen bir okuyası istevinin bir okuyası osulay. Gayberen evliyeler menmenlik istemey, tekebberlenbay, kun üçün emes, din üçün halkka hizmet etken, özünü özü kötörmeydi, kökrögün kötörmeydi hiçbir vakitta, maktanbaydı. Kişik peyildilikpen, ıkılaspen, жақсы peyil görsetip paydasın tiygizedi. Solay bolgan, tiygizgen, batasın berip, elimizge, memleketimizge duğa jasap, bir Allah'dan kut bereket ilep, ömür sürgön olar. Gayberen evliyelerдің atı jönün, kim ekenin eşkim suramaytın. Tekkene ruhani ustaz dep, sıylap, hurmettep, batasın alatın halık. Dinimiz soğuspen emes, ilim bilim men jayıldı. Kılıçpen emes, kalam men jayıldı. Жаңбыр men jer gögördü, bata men el gögördü. Din osu mine. Kur'an'da aytılgan Allah Tağalanın süyüktü kulları bar. Evliyaullah deydi Kur'an'ın ayatı, Allah'ın dostları olar. Paygambarlardan başkasının esimlerin aytmaydı Kur'an. Gayberen evliyeler olar, ölmey turup Allah'ın aldına bargan. Allah Teala evliye kullarının iyesi canaşır dostu, korganı kam korşusu,
Korgap koldaydı degen ayatlar osu. Allah'ın buyruğu men yer yüzünde hizmet etedi koldarı men. Allah bergen ruhani ruhani koldarı bar uşup jüredi kanatları men. Aytkanları kabul boladı, olar Allah'ın süyüktü kuldarı. Sözleri eser etedi, salgan demleri jetedi, ruhani koldarı. Süyüktü evliyelerine berdi, ruhani sırdı baskaga bermegen. Eşkim sırrın şeş almaydı, eserin kez gelgender körmegen. Evliyelerde Allah jaksı görüdü, endi bizde jaksı görüyük. Arvaktı sıylayımız, bir Allah'dan surayımız, selam bereyik. Namazda da selam beremiz, Esselamu aleyna dep, jalgastıramız, ve ala ibadillahis salihin, namazdağı edep. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. İnneke hamidun mecid. Rabbim Allah, sen hamidsin, mecidsin. Madaqtalganda özüngsün, madaqtaymiz. Madaqtaytında özüngsün, paygambarımızdı. Jana evliyerdi madaqtap derejesin, mecid bolup derejesin tankın kötüretin. Sen özüngsün. Biz salavatı tekken okuyumuz, onu jetkizetin, onun derejesin. Salavatı beretin sensin Rabbim Allah. Bir özünden surayımız. Elimizge amandık, memleketimizge tınıştık. Bereke birlik baylık bere gör. Paygambarımızdı da sıylayımız, evliyelerdi da sıylayımız. Kasiyetli arvaktardı, ata babalarımızı da sıylayımız elbette. Onlarga biz selam berdik, selamımızı sen jetkiresin, periştelerin jetkizedi, onlar bizge batasın beredi. Sogana. Sogana emas, ol nedigen ülkön nerse. Albatı jalbarınıp, müşrikler siyaktı tabınıp oturmayımız. Rabbim Allah, biz sagan sendik, özünden kütömüz. Sen jiberesin elekeleri, jelekeleri, selekeleri. Sen jibergesen boldu. Sen jiberesin perişte melaikler de keledi. Sen jiberesin Müslüman jındar da keledi. Sen jiberesin kafir Müslüman demey adamların özleri jugurip gelip hizmet isteydi kasımızda. Jumuslarımızды bitirip beredi. Perişte melaikler de. Sen jibersen, sen riza bolsan boldu. Sen riza bolsan avadan da geledi, jelden de geledi, sudan da geledi, tavdan da geledi, tastan da geledi, aspandan da geledi, barlı cancaktan kuyulup kere beredi. Kölgö sırgılıp, üyüp dögüp beretin sensin Allah'ım. Senden surayımız bir özünden. Elimizge amandık, memleketimizge tınıştık. Bereke birlik baylık bere gör. Kazakistanımızga kut berekendi jaudurup, barlığımızga amandık bere gör. Bereke birlik ben ömür sürümüzü nesip ete gör. Amin. Allahu Ekber.